Мен Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті ретінде, еліміздің әлеуметтік дамуын әрқашан басты назарда ұстадым. 1997 жылдан бастап, Қазақстан жаңа тарихи кезеңге қадам басты. Біз жоспарлы экономикадан нарықтық жүйеге өттік. Бұл кезең халық үшін оңай болған жоқ. Бірақ сол қиындықтарға қарамастан менің басты мақсатым қазақстандықтардың әлеуметтік жағдайын жақсарту болды. Ең алдымен біз зейнетақы жүйесін реформаладық. 1998 жылы жинақтаушы зейнетақы жүйесін енгіздік. Бұл азаматтардың болашаққа деген сенімін арттырды. Кейін атаулы әлеуметтік көмек жүйесін іске қосып, көмекті нақты мұқтаж жандарға бағыттадық. 2000 жылдары ел экономикасы нығайып, әлеуметтік салаға бөлінетін қаржы артты. Жалақы мен зейнетақы бірнеше есе өсті, жаңа мектептер мен ауруханалар салынды. Ауыл халқының өмір сүру сапасын жақсарту үшін арнайы бағдарламалар қабылданды. Қазіргі таңда Қазақстанда орташа өмір сүру ұзақтығы артты, кедейлік деңгейі төмендеді. Халықтың басым бөлігі әлеуметтік қолдаумен қамтылып отыр. Зейнетақы, жәрдемақы, көп балалы отбасыларға берілетін көмек бәрі мемлекеттің әлеуметтік жауапкершілігінің айғағы. Мен әрқашан айтып келдім, мықты мемлекет әлеуметтік тұрғыдан қорғалған халықтан басталады. Қазақстан осы бағыттан ешқашан тайған емес.